оқушылар және мына жерде есептерде екінші үшіншісін көрсеттім ғой. Сендерде кейде кітаптарыңда жауаптарында мына қиылысуын жауап ретінде беріп қойған. Мысалға мына арада мынаның ответін үштен тек жақша 3-тен 6,7-ге дейін қиылысуларын беріп қойған ответте. Мына жақта мысалға 3-тен плюс шексіздікке дейін деп қойған. Мынау бірінші және екінші үшінші есептерді. Негізі біз қиылысуын емес бірігуін жазуымыз керекпіз. Енді ары қарай біз кеттік. Мына есептердің төртінші есептен бастап шығарамыз. Төртінші есепте арада x минус 4-ті мынаға өткізіп жіберетін болсақ, 8 плюс 12 болып кетеді. 4 2-ге қосылып, 2x кіші 13 бізде 13 минус 5 болып өтеді. Ал мынау минус x үлкен 1 минус 3 болып кетеді. Енді бізде ары қарай мына x-іміз кіші 12-ден болады бірінші жағдайда, екінші 2x кіші 8-ден, содан кейін минус x үлкен минус 2-ден. Содан кейін мына жерде бізде x кіші 12-ден, содан кейін x коэффициентін өлсек 8-ді 2-ге бөлетін болсақ, x кіші 4-ден, одан кейін мына жерде бізде теңсіздік таңбасы өзгереді, өйткені плюс болып кетеді x-ің алда минус 1-ге бөлгенде. X кіші 2-ден болып кетеді. Burada біз теңсіздік сан аралықтарын жазатын болсақ, мына жерге 2-ні 4-ті белгілейміз, 12-ні белгілеп аламыз. Енді барлығы қай жақтан деді? 12-ден үлкен сандар. Жоқ, 12-ден кіші сандар бізде. 12-ден кіші сандар. 12-ден кіші сандар былай қарай мына қойылады. Сосын 4-тен кіші сандар дейді. 4-тен кіші сандар мына қойылады. 2-ден кіші сандар. Асын дейді қоя салайық. 2-ден кіші сандар. Сонда бізде қиылысуы мына жерден минус шексіздіктен 2-ге дейін болып тұр. Қиылысуы минус шексіздіктен 2-ге дейін болып тұр. Негіз бірігуі жауап ретінде. Негізі бірігуі жауабы минус шексіздіктен 12-ге дейін. Осы жерге дейін барлық мәндерді қабылдайды деп тұр. 5-шін шығаратын болсақ, 5-шін 2x-тан минус x болып өтеді. Мына жаққа 2x минус x кіші 3 плюс таңбасына қалады, плюс 1 минус 1-неға плюс 1 болып өтеді. 5x плюс 2x болып өтеді. Минус 2x үлкен 6 плюс 1. Мынау x-міз осы күйінше тұрады. Мына минус 3-міз мына жаққа кіші 3-тен болып өтеді. Астына шығаратын болсақ, 2x-тен x-міз өзі қалады, кіші 4-тен. 5x-ға 2x тұрса 7x шығады, үлкен 7-тен. X кіші 3-тен болып шығады. Сонда бізде шығады x кіші 4-тен, x үлкен 1-ден және x кіші 3-тен. Сан аралықтарын жазатын болсақ, проблема бізде. Сан аралықтарын жазатын болсақ, бірінші
мына жерге 1-ді белгілейміз, 3-ті белгілейміз, 4-ті белгілейміз. Так, 4-тен кіші сандар аралығы. 4-тен кіші сандар ішінде қойып қойып, дәптерде қойғансақ, 1-ден үлкен сандар. Былай қарай плюс x-ке дейін. Осылай. Одан кейін 3-тен кіші сандар. Былай қарай кетеді. Минус x-ке. Сонда бізде бірігуі, негізі жауабы минус x-тен плюс x-ке дейін болып тұр ғой. Негізі бір есептерде жауабын кітаптың арттарында сендер қиылысын беріп қойған. Мына жерде 1-ден, яғни сендер 3-ке дейін жауап қойды. 1-ден 3-ке дейін. Так, келесі сабақтарда тек 6-шыны қарайтын болсақ, мұнда бізде 5-шінің жалғасы, мұнда 4-шінің жалғасы, енді 6-шыны қарайттық. Бізде 3x минус x үлкен минус 3, минус 5 плюс 5 болып өтеді. Мына жерде 2x минус 3x кіші 5 плюс кенше қалады. Так, бізде минус 4. Яқта минус 2x минус x үлкен минус 2, 7 минус 7 өтеді. Мынаған бітіс қойықшы бөліп. Мынада 3x-тан x алса 2x қалады. Үлкен 2-ден. Мынада минус x қалады. Минус 3x пен 2x-тан кіші 1-ден. Және мына минус 3x үлкен минус 9. Так, ары қарай кететін болсақ, бізде мынада 2-ні 2 бөлсек, x-іміз үлкен 1-ден болады. Мынада x-ның мәніне сәйкес теңсіз таңбасы өзгереді, сондықтан мына жер минус шығып қойды, x үлкен минус 1-ден болады. Мына жерде теңсіздің таңбасы өзгереді, x кіші болып кетеді кезде арада. 9-ке бөлсек 3-тен болып кетеді. Сан аралықтарын белгілейтін болсақ, ішіне минус 1-ді белгілейміз. Мына жерде 1-ді белгілейміз. 3-ті белгілейміз. Енді 1-ден үлкен сандар дейді мына жаққа. Осы жақ қойылады. Және минус 1-ден үлкен сандар дейді. Барлығы 3-тен кіші сандар. Минус x-тік. Яқ, плюс x-тік. Burada кейбір қиылысын беріп қояды. Жауабы 1-ден 3-ке дейін деп. Негізі қабылдайтын мәндері кейде осы минус x-тіктен плюс x-ке. Осымен бітті. Кесте